Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен крендельки деп аталатын, өте оңай жасалатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен алдын ала електен өткізген ұнымызға суық сары майымызды салып, осылай қолмен түйіршіктейміз. Түйіршіктеп болған соң қантымызды қосып, қолымызбен араластырамыз. Қаймағымызды қосамыз. Қаймақ менде дүкендікі 20%. Жұмыртқаның сары уызын қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды пакетке салып, немесе ас пленкасымен осылай орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Печеньемізді аунату үшін қант пен корица ұнтағын осылай бір-бірімен араластырып дайындап қоямыз. Енді демалған қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, үстеліміздің үстіне кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды видеодағыдай сопақша етіп, бірнеше бөліктерге бөліп кесеміз. Сосын әр бөлікті видеодағыдай созамыз. Бір-біріне айқастырып, осылай печеньемізді түйеміз. Енді печеньеларымызды алдын ала дайындап қойған ұнтағымызға екі жағынан аунатамыз. Печеньеларымызды бірден пергамент қағаз төселген формамызға қойып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осымен өте тез жасалатын крендельки деп аталатын печеньеміз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.